Эрлинг Холландты біреу терминатор, біреу киборг, біреу робот деп айтады. Былтыр жазда Манчестер Ситидің жейдесінге келу ол голдарды жаңбырша жаудырып жатыр. Талай рекордты бұзып тастады. Осы маусымда алтын допқа басты үміткерлердің бірі. Холландтың алаңда қандай екенін білеміз, ал өмірде қандай? Үйі, көлігі қандай, отбасы кім, айлығы қанша? Бұл екінші тайм арнасы, мен Есет Төлеш, Эрлинг Холландтың өмірі туралы сөйлесеміз бүгін. Кеттік. Біздің достарымыз Тенниссе кезет ұйымдастырып жатқан 30 ойын туралы білесіз бе? 1 тамыздан бастап Zikr 001 және Volkswagen ID4 электр карларын жеңіп алуға мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін жай ғана бәс тігіп, сары және қызыл купондар жинасаңыз жеткілікті. Купон көп болса, электр карлардан бөлек фрибеттер, Apple техникаларын жеңіп алуға да мүмкіндігіңіз бар. Толығырақ ақпарат алып қатсам десеңіздер, төменге сілтемесін қалдырамын. Сәттілік. Эрлинг Холланд норвегиялық болса да, ол Англияда дүниеге келген. Себебі 2000 жылы оның әкесі Альф Инге Холланд Leeds United сапында өнер көрсетіп жатқан еді. Әкесі футболшы, анасы да спортшы, ол 7 сайыс, яғни жеңіл атлетикада бақ сынаған. Холланд 3 жаста болған кезде оның отбасы Норвегияға өз отанына оралды, Бюрн қаласына көшіп кеткен, және Эрлинг Холланд футболшы емес, гандболшы болуы да мүмкін еді. Себебі бала кезде ол футболдан бөлек гандбол, гольф, жеңіл атлетикамен де айналысты. Дегенмен әкесінің ізін қуған Эрлинг бүгінде әлемдегі ең үздік футболшылардың біріне айналды. Осы маусымда атақты Лионель Мессимен бірге алтын допқа таласып жатыр. Былтыр Холланд Манчестер Ситидің жейдесін келді де алғашқы маусымында требл жасап тастады. Чемпиондар лигасын алды, Англия премьер лигасында топ жарды, екеуінде де үздік сүрмерген дәл осы Холланд. Ал енді Холландтың жалақысы туралы айтайық, оның жылдық айлығы Манчестер Ситидің өзінде 57 миллион евро. Бұл негізгі жалақыдан бөлек неше түрлі қосымша бонустар қарастырылған. Мысалы, бір айдың ішінде 3 голдан көп соқса, оған қосымша бонустар қарастырылған. Ал ол 3 голды бір айда емес, бір матчта соғып тастайды. Неге хет-трик жасай береді десең осы ғой? Әр хет-трик үшін ақша түсіп тұрады. Британ бақтарының ақпараты бойынша, оның бонус ретінде алатын сомасы тағы 20 миллион евро. Холланд енді әлемдегі танымал футболшылардың бірі болғаннан кейін, оның жарнамалық келісім шарттары да бар. Мысалы, ол Samsungтың Скандинавия елдеріндегі амбассадоры. Nikeпен 10 жылдық келісім шарт жасасты. Ол жақта 19 миллион фунт стерлинг алады. Швейцариялық Breitling сағат компаниясы жарнама үшін оған 1 миллион евро төлеген. Ал италиялық Dolce Gabbana оған біздің брендті жарнамалаш деп картасына 2 миллион фунт стерлинг жіберген. Одан қалды APL матчтарын көрсететін Viaplay стриминг сервисімен де әріптестігі бар. Ал ол аз десеңіз, оған Инстаграмда 35 миллион адам жазылған. Ол жақта да жарнама жасауға болады. Эрлинг Холланд Манчестер Ситиге ауысқаннан кейін Пол Погбаның үйін сатып алды. Ол Чеширдегі беделді аудандардың бірінде орналасқан. Құны 3,8 миллион доллар. 6 жатын бөлмесі бар, арнайы жылытуға болатын бассейн, сауна, жаттығу залы, жабық футбол алаңына дейін бар. Бүгінде бүкіл отбасын Манчестердегі үйіне көшіріп алып келді, көршілерінің бәрі шоу-бизнес пен спорт жұлдыздары. Бұл бірақ Холландтың жалғыз үйі емес, оның Норвегия астанасы Осло қаласында да үйі бар. Оны 2,6 миллион фунтқа сатып алған. Үйінің шатырында арнайы бар жасалған, шатырда тұрсаң бүкіл Осло көрінеді дейді барғандар. Мұнымен Холландтың үйлері біткен жоқ, тағы қай жақта үйі бар деп ойлайсыздар. Жоқ, Дортмундта емес, Австрияда емес, Испанияда бар екен. 2022 жылы көктемде Малага провинциясындағы Марбелья қаласынан зәулім үлкен үй сатып алған. Құны 7 миллион доллардан асады. 22.507 шаршы фут. Саунасы, үлкен бассейні, бақшасы, демалыс орны бәрі салынған. Өзі де сол Марбельяда демалғанды жақсы көреді, болашақта Испанияда ойнаймын деп айтыпты жанкүйерлерге. Міне Холландтың осындай үлкен 3 үйі бар. Ал көліктері көліктері де бір гаражға сыймайды. Оның гаражы біздің үйлерден үлкен шығар. Себебі оның гаражында мынадай көліктер бар. Audi RS 7, оның құны 120 мың доллар. BMW M5 120 мың доллар. Mercedes GT 63, оның құны 180 мың доллар. Олардан бөлек Audi Q7, Rolls-Royce, Range Rover деген сияқты көліктері бар. Ал ең қымбат көлігі Ferrari. Ferrari Monza SP2 деген спорткарды ол 1,8 миллион долларға сатып алыпты. Манчестердің көшелерінде ол осындай керемет жылдам спорткарымен жүреді. Сағатына 100 шақырым жылдамдыққа 3 секундта жетеді. Бірақ Холландтың өзі көбіне көшелерде жол талғамайтын көліктермен жүргенді жақсы көреді екен. Холланд біраз уақыт бойы өзінің жеке өмірін құпияда ұстап келді. Өзі сұхбаттарының бірінде менің қызым доптар деп айтқан. Бірақ кейін оның сүйіктісі бар екенін білді. Шетелдік папараццилар.
Ол 19 жастағы Изабель Хоутсенг Йоханссон. Екеуі бала кезден таныс, екеуі де норвегиялық. Екеуі де бұрын футбол академиясына бірге барған. Алғаш рет папарация оларды былтыр Марбелья қаласында суретке түсіріп алған. Артынша екеуі де құпиясын тастап, елге бірге шыға бастады. Қазір футбол әлеміндегі түрлі іс-шараларға Эрлинг пен Изабель бірге барады. Холландтың сүйіктісі бүгінде Манчестерде тұрады, футболды тастап, Манчестердегі беделді бай бутиктердің бірінде жұмыс істейді. Осы маусым айында ғана Чемпиондар лигасының финалынан кейін екеуінің Норвегия туын ұстап тұрып жылаған сәті, құшақтасқан сәті жанкүйерлерді бір елжіреткен еді. Жастар бақытты болсын. Холландтың өмірі ертегідей. Қасында сүйіктісі бар, ата-анасы бар, отбасы бар, зәулім үйлері бар. Бүкіл жанкүйері мысалға Холландтың ойынына қазір тамсанып жүр. Басқа не керек? Ал ойынының құпиясы неде? Эрлинг йоганы жақсы көреді. Осы медитацияның арқасында ол ойындарда психологиялық жағынан бәріне дайын жүретінін айтады. Тіпті гол соққаннан кейін де йога позасында отырады. Одан бөлек арнайы диета ұстайды, режиммен тамақ ішеді, бірақ өзінің айтуынша ол кәуапты қатты жақсы көреді екен. Тағы бір қызық дүние, ол жатар алдында арнайы бір көзілдірік киеді екен. Бұл көзілдіріктің ерекшелігі ол электр құрылғылардың көк түсін фильтрден өткізеді де, Эрлингтің көзі демалып, оның ұйқысы тыныш болады. Одан қалды ұйықтардың алдында ол 2 сағат бойы телефон ұстамайды екен. Біреулер сияқты TikTok қарап жатпайды. Айтпақшы, ол нағыз ауылдың баласы сияқты сүт ішкенді жақсы көреді. Бірде ол Инстаграмда 2 бөтелке сүттің суретін жариялап, менің ғажайып дәрілерім деп айтқан. Оның керемет ойынының тағы бір құпиясы бар. Әр матчтың алдында Эрлингтің әкесі оған арнайы лазанья жасап береді екен. Ол маған алаңда энергия береді. Бәрі содан деп ойлаймын. Әкем арнайы ингредиент қосатын шығар. Лазанья дайындауына араласпаймын. Диванда ішімді сипап, күтіп қана жатамын. Холландтың керемет ойнауының осындай бір құпиялары бар. Ұйқысы тыныш, тамағы дұрыс, диета, йога, басқа не керек? Жаттығудан да қалмайды. Холландтың маған ұнайтыны ол тыныш өмір сүреді. Ешқандай жанжалға қатысып көрмеген, ешкіммен дауласпайды, кез келген жұмысшыға, қызметкерге құрметпен қарайды. Ақша қуымайды, керісінше соның арқасында ақша Эрлингті қуып жүр қазір. Нағыз жұрттың баласы. Алаңда қорғаушыларының қасында бір жаман иіс шығаратыны болмаса, негізі өте тәртіпті, мәдениетті жігіт. Бірақ норвегиялықтар оны ерекше пір тұтпайды, ерекше көмер көрмейді. Норвегиялықтардың айтуынша, Астанада үлкен билбордтарда Холландтың суреті жоқ. Норвегиялық журналист Мац Арнсеннің айтуынша, Норвегия жұрты супер жұлдыздарға үйренбеген. Ол жақта өзіңді басқадан артықпын деп ойламауға үйретеді екен. Сондықтан ол жақта біреуді пір тұтпайды. Бірақ енді ғана Норвегия халқы оларда бүкіл әлемге танымал супер жұлдыз барына үйреніп жатыр екен. Норвегия құрамасының жаттығуларынан кейін Холландты мысалға 5-6 бала ғана күтіп тұрады екен сыртта. Норвегиялық журналистердің айтуы солай. Эрлинг Холланд бір маусымның ойыншысы емес екенін көрсетті. Осы маусымда да өте қарқынды бастап жатыр. Барлық турнирде 8 матчқа қатысып, 7 гол соқты, 2 нәтижелі пас берді. 7 голында Англия премьер лигасындағы 5 ойында соққан. Ал оның Манчестер Ситимен келісім шарты 2027 жылы аяқталады. Бүгінге осы. Эрлинг Холланд осы маусымда Англия премьер лигасында қанша гол соғады деп ойлайсыз? Өзіңіздің болжамыңызды комментарийге жазыңыз. Біздің YouTube арнамызға жазылып, лайк басып қоюды да ұмытпаңыз. Бізге осылай қолдау көрсете аласыз. Қазақтан да бір Эрлинг шықсын. Сау болыңыздар.